Баршаңызға сәлем. Бүгін міне шекелік жасайтын боламыз. Қазіргі хит болып жатқан. Оған міне цеп керек. Мен осындай алдым. Негізі әртүрлі өлшемде бар. Сосын мұндай бір-біріне жалғайтын қосқыштар керек болады. Соединитель дейді. Сосын соңында жалғайтыны бар. Және осындай фурнитуралар. Бұлардың да әр түрі бар. Қалаған түріңізді алып жасай беруге болады. Өзіңізге ұнаған. Мен бүгінге осыны көргім келіп тұр. Өзім де бірінші рет жасап жатырмын. Ендеше бірге жасайық. Мен қандай жасағым келіп тұр? Примерно осылай. Картина жасап қойып алдым міне. Енді қазір біріне қосатын боламыз. Міне. Осындай жасап шығамыз. Барлығын бір-біріне қосып, мынаны қалай жасадым? Қазір көрсететін боламын. Міне мына екеуі жалғанып тұр. Енді мынаны жалғаймыз. Осындай қосқышты аламыз. Арасын ақырын ашып, мына екі фурнитураны бір-біріне жалғап аламыз. Жалғанды. Осылай барлығын мен алдын ала қойып алдым. Қайсынан кейін қайсысын салатынымды. Сол себепте барлығын ары қарай жалғап шығам. Фурнитура магазиндерінен сұрасаңыздар, барлық құралдары бар. Өте тиімді бағада. Өзіңізге ұнағанын жасап алсаңыз болады. Қазір бәрін қосып шығайық. Сосын астыңғы қатарын жалғайтын боламыз. Қатты ашпаңыздар, мына қосқышты бір-біріне жалғайтын ашқан кезде ақырын осылай кішкене қозғасаңыз болды. Қайтадан кері орнына келсеңіз, ешқандай білінбей бір-біріне қосылады. Ең басты фурнитураларды тізіп шықтық. Шекейді енді төменгі жағына мыналарды қойып шығамыз. Бұларды да осы соединитель арқылы жалғаймыз, қосқыштар арқылы. Оған да осы қосқышты аламыз. Бірінші мына деталімізға, яғни қажет фурнитурамызға тағамыз да. Мына жақ екі домалақты қосқан қосқыштың арасынан осылай өткіземіз. Бір-біріне қайтадан жалғаймыз.
Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді біз мынаны суретте көрсетіліп тұрғандай артындағы цепін жалғаймыз бізге басымызға тағылу үшін. Ол үшін мен примерно өлшеп алдым. Өздеріңіз бастарыңызға келтіріп өлшеп алсаңыздар болады. Мына жағынан мысалға 20 сантиметр қиып аламын. Мына жерден қиып аламын. Мына қосқышты бір-біріне жалғайтынды оң жағына тағамыз, бізге қолымызға тағуға ыңғайлы болу үшін. Бұны да жалғау үшін бізге көмекке қосқыш керек. Екінші жағын мен қимай тұрып жалғап алдым. Қазір өлшеймін да артығын алып тастайтын боламын. Былай жалғанатын болады. Қазір мына жағына басты өлшеммен келтіріп алып, мына жалғауышты жалғайтын боламыз.